Қайырлы кеш, ханымдар. Бүгін уәде еткендей, биылғы күздегі сәндік киімдер жөнінде әңгіме қозғаймыз. 2020 жылдың күзгі сәні біршама өзгеше және әртүрлі стильдерді біріктіреді. Ең басты бағыттарының бірі жайлылық және драматикалық көлемді маталарға баса назар аудару. Басты бағыттарының бірі көп қабатты киіну, яғни жейде мен футболканың сыртынан жемпір, пиджак немесе пальто кию. Көп қабатты киіну қызықты әрі сәнді көрініп, күздің құбылмалы ауа райына бейімделуге көмектеседі. Келесі бағыттарының бірі кең өлшемді киім, яғни оверсайз тренді. 12 жылдан бері сәнді бермеген оверсайз бірте-бірте классикаға орын беруде. Дегенмен де үлкен өлшемді костюмдер әлі де трендте. Тік немесе кең шалбарлар мен оверсайз күртешелер еркін, бірақ стильді көрініс береді. Металл маталар да сәнде, күнделікті көрініске гламур әкелетін жылтыр металл маталар көйлектерде, кофталарда және белдемшелерде, тіпті сырт киімдерде де қолдануда. Келесі бағыттарының бірі принттер. Леопард, жолбарыс, путон және жолағат принттермен қатар торкөз, жолақ, дерексіз сызбаларда сәнгерлердің топтамасында ерекше орын алуда. Жануарлар принттермен киім киюді ұнатпасаңыз, оларды аксессуарлармен, яғни аяқ киімдермен, сөмкелермен, немесе белдік, қолғап түрінде де қолдануыңызға болады. Келесі бағыттарының бірі былғары және винил. Бұндай бұйымдар, яғни плащтар, шалбарлар мен белдемшелер кез келген образға аздап тартымдылық пен сенімділік қосады. Күзгі жаңбырды өткізбейді, желден қорғайды. Биылғы күздің ерекше бағыттарының бірі трикотаж бұйымдары. Жемпірлер мен кардигандар және қалың тоқылған көйлектер келбетіңізге жайлылық береді. Әсіресе кардигандар осы жылғы күздің басты бағыттарының бірі болып табылады. Өйткені жакеттерге қарағанда трикотаж киімдер әлде қайда ыңғайлы және жылы көрінеді. Сонымен қатар үлкен шарфтар мен пончоларда биыл сәнде. Ал белдемшелерге келетін болсақ, биыл сәнгерлер ешкімді ренжітпеуге тырысты. Макси, меди, мини барлық түрін үйлестіріп киіп берсеңіз болады. Сондай-ақ джинсы киімдер әлі де сәнде. Яғни total denim стилі бізбен бірге әлі де біраз маусым болатын сияқты. Енді осы жылғы күздегі сәнді түстерге тоқталсақ, ең басты түстердің бірі қара және қызыл түстер. Сонымен қатар жарқын әрі қанық түстерде, яғни терең бардо, қанық жасыл, қыша және терракота сияқты бай реңктерде сәнде. Бұл түстер негізгі гардеробтағы киімдермен жақсы үйлесім табады. Және әрдайым сәнде болатын спорттық үлгілер. Ыңғайлы күртешелер, худилар және спорттық шалбарлар классикалық киімдермен де үйлестіріп киюге болады. Міне әзірге осы. Алдағы видеоларымызда сәндік киімдер мен түстерге ерекше тоқталатын боламыз. Сондықтан арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Күзгі сәндегі түстер көбіне жылы табиғи реңктерге негізделеді. Биылғы күздің сәнді түстеріне шарап түсі немесе бардо, жасыл, сұры, ашық қызғылт және ашық көк түстер жатады. Сәлем сұлуларым, бүгінгі видеоны осы жылдың сәнді түстеріне арнайтын боламыз. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді басып қойыңыздар. Түс сән әлеміндегі ең басты құрал. Ол көңіл күйді жақсартады және актуалды сән үлгісін жасай алады. Шарап түсі. Құмарлық пен талғампаздықтың үйлесім табуы. Бұл бай әрі әдемі күзгі киім үшін өте қолайлы түс. Бардо түсі әсіресе салқын мезгілде өте актуалды саналады. Бұл түсте пальтолар, жемпірлер мен шарфтар күнделікті және кешкі киімді әдемі толықтырады, әсемдік береді. Келесі жасыл түске келсек, биылғы сән апталығында ең көзге түскен реңктердің бірі. Егер сіз жарқын көрінгіңіз келсе, піскен лайм, хаки немесе танымал бред гринді таңдаңыз. Бұл түстер алтын және қоңыр реңктермен өте жақсы үйлесім табады. Жасыл пальто, кардиган немесе шалбарлар киім үлгіңізді қызық етеді. Келесі сұры түс, жан-жақты және талғампаз. Басқа реңктермен оңай үйлесе алады. Осы маусымда сұры түстегі жайлы жемпір, жүннен жасалған пальто, көйлек және шалбар немесе белдемше болсын, сәнді күзгі үлгілер үшін негізгі киім бола алады.
Ал ашық қызғылт түс жылы жер реңктерінің қасында нәзік және өзгеше көрінеді. Киім үлгіңізге романтика мен әйелдік нәзіктік сыйлайды. Ашық қызғылт кофталар, шарттар, көйлектер сұр және қоңыр түстермен тамаша үйлесім табады. Бұл күзгі киімдерге жеңілдік пен сиқырлық қосады. Келесі ашық көк, нәзік үлгілерді ұнататындар үшін өте жақсы түс. Бұл реңк сұр не күңгірт, немесе қанық күзгі түстермен үйлескенде керемет көрініс береді. Ашық көк шарттар немесе пальто сырт бейнеге тыныштық береді. Ал ашық көк жейделер ерекше сәнде. Бұл түстер сіздің күздік гардеробыңызды жаңартуға тамаша негіз бола алады. Сәнді де стильді киініп, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Жарасымды киіне білуде өнер. Сәлем сұлуларым. Бүгін көптен қозғалмай кеткен сән тақырыбына, оның ішіне дене бітіміне қарай киім таңдау жөнінде сөз қозғаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, тікелей отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Дене бітімі толық ханымдар киім таңдауда өздеріне жайлы және сенімді болуын ең басты назарда ұстауы керек. Сондай-ақ стилистердің келесідей кеңестерін ескере жүрсе, киім үлгісі әдемі көрінері сөзсіз. Ең бірінші дене пішініне мән беріңіз. Әркім дене пішініне сәйкес киім таңдаса, киім жақсы отырады. Келесі кеңес тік сызықты киімдер киіңіз. Тік сызықтар немесе тіке кесілу сіздің денеңізді ұзын және тар көруіне көмектеседі. Үшінші түстер мен өрнектер. Яғни қараңғы түстер мен дене пішінін арықтау етіп көрсетуге болады. Дегенмен ашық және қанық түстерден де бас тартпаңыз. Тек үлкен өрнектерден сақтанғаныңыз үшін. Себебі олар көлем қосып көрсетеді. Келесі аксессуарларға да мән беріңіз. Жұқа белбеу немесе үлкен сырға сияқты аксессуарлар сіздің стиліңізге әсерлілік қосады. Ал дұрыс таңдалған іш киім жалпы үлгіңізді жақсартып, киімнің әдемі отыруына көмектеседі. Алтыншы кеңес қабатталған киім үлгісі, яғни жеңіл жейде немесе жакет сияқты қабатталған киімдер үйлесімді көрініс жасайды. Соңғы кеңес жең ұзындығы 3-4 өлшемде болса, қолды визуалды түрде ұзын және әсем етіп көрсетеді. Ал дене бітімі арықтау ханымдар киім таңдарда дене пішінін тепе-теңдікте және сәл көлемдірек етіп көрсету керек. Бірінші көп қабатты киімдер киіңіз. Жеңіл қабатталған киімдер денеге көлем қосып стильді көрініс береді. Екінші кеңес жұмсақ және ағып тұратын маталар денеге жабыспай пішінге көлем қосады. Арықша киген ханымдарға келесі кеңес жарқын түстер мен өрнектері бар киімдерді қолданыңыз. Ашық және қанық түстер немесе үлкен өрнекті киімдер денені толық әрі көрнек етеді. Сондай-ақ көлденең сызықтарда денені толықтау етіп көрсетеді. Ал аксессуарлардан белді анықтап көрсететін жіңішке белбеулер пішінге үйлесімділік береді. Төртінші кеңес қалталы және безендірілген киімдер киіңіз. Артық элементтері мен әшекейлері бар киімдер денеге қызығушылықты арттырады. Ал кең шалбарлар мен белдемшелер аяқтарға көлем қосып стильді көрініс береді. Келесі кеңес иықты кеңейтіп көрсету. Жеңі ұзын немесе иығында жапсырмалары бар киімдер дене пропорциясын жақсартады. Соңғысы қысқа блейзерлер мен шакеттер, яғни белге дейін келетін қысқа сырт киімдер белді айқындап силуэтке көрік береді. Маңыздысы киімнің сізге ыңғайлы болып, өзіңізді сенімді әрі әдемі сезінуге көмектесуі. Енді адамның түр-түсіне қарай киім таңдауын қарастырайық. Түр-түске қарай киім таңдау сыртқы келбетіңізді жақсартып, жарқын етіп көрсетуге көмектеседі. Түр-түсіңізді анықтау үшін теріңіздің, шашыңыздың және көзіңіздің реңкін ескеру қажет. Түр-түстері әдетте 4 маусымға бөлінеді: көктем, жаз, күз және қыс. Әр маусымға сай келетін түстері болады. Яғни, бірінші көктем түсі. Терісі ашық, жылы реңді, шашы ашық алтын түстес, ашық қоңыр болып келеді. Ал көздері көк, жасыл, ашық қоңыр. Ұсынылатын түстер пастельді түстер, ашық сары, шабдалы түсі, ашық көгілдір, жеңіл қызғылт, ақшыл жасыл түстер. Келесі жаз түрі. Терісі ашық, салқын реңді, шашы ашық сұрғылт,
анық қоңыр болып, көздері сұр көк болады. Мұндай жандарға ұсынылатын түстер күлгін, лаванда, сұрғылт көк, жұмсақ қызғылт, көгілдір, пастельді жасыл түстер. Үшінші, күз түрі. Терісі жылы реңді, шабдалы түстес. Шашы қара қоңыр, қызғылт сары болып келеді. Ал көздері жасыл, қара қоңыр болады. Ұсынылатын түстер терең қызғылт сары, қола түсі, шоколад түсі, қанық жасыл, сарғыш, зәйтүн түстері. Соңғысы қыз түрі. Терісі салқын, ашық немесе өте қара түсті. Шаштары қою қоңыр, қара және сұрғылт қара. Ал көздері салқын көк, қою қоңыр, сұры болады. Ұсынылатын түстері қанық көк, ақ, қара, қою қызыл, көкшіл жасыл және қанық күлгін түстер. Жалпы қорытындылай айтқанда, контрасты тері реңдері, мысалы өте ақ немесе қара тері үшін қанық, жарқын түстер жақсы үйлеседі. Ал жылы реңді терілер алтын түстес, жерге жақын түстермен үйлесім табады. Салқын реңді терілер салқын түстерді, мысалы көк, күлгін, ашық сұр түстерді жақсы көтереді. Түр түсіңізді анықтап, сол бойынша киім түстерін таңдасаңыз, табиғи сұлулығыңызды ерекше көрсете аласыз. Мінеки қанымдар, бүгін дене бітіміне және түр түсіңізге қарай әдемі де тартымды киіну туралы кеңестерімізді қарастырдық. Қазақ тілінде арнамызды қолдап, тіркеліп, лүпіл басып, шабыт сыйласаңыздар, алдағы уақытта сәнді де стильді киіну жөнінде видеолар салып отырамыз. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.
Сәлем сұлуларым. Біз алдыңғы видеолардың бірінде күнделікті шаш күтімі туралы, яғни қалай жуған дұрыс, сол жөнінде видео салған болатынбыз. Ал бүгінгі видеода үй жағдайында шашқа арналған маскаларды қарастырамыз. Ал сіздер әдеттегідей қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Үй жағдайында шаштарыңызға маска жасау арқылы салондағыдай нәтиже алатыныңызға сенімдімін. Ал боялған немесе бұраланған шаш үшін маска жасау өте жақсы нәтиже береді. Маска жасар алдында шашты жуып, сүлгімен әбден сүртіп аламыз. Сонда маскадағы белсенді заттар шаш құрылымына терең еніп, жақсы нәтиже береді. Құрамымен әсер етуіне қарай маскаларды 5-10 минут, ал кейде 30 минутқа дейін ұстауыңызға болады. Егер маска бас терісіне арналмаған болса, тек шаш ұзындығына жағасыз, әйтпесе шашты ауырлатып жіберуі мүмкін. Енді осындай маскалардың бірнешеуіне тоқталайық. Құрғақ шашты ылғалдандыру үшін бір бананды езіп, бір ас қасық сүзбемен бір шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспаны сүзгіден өткізіп, алынған сұйықтықты шаш түбінен ұшына қарай жағып, 40 минуттан соң сусабымен жуып тастаймыз. Шашқа пайдалы маскалар үй жағдайында жұмыртқадан жасалады. Шаштарыңыздың ұзындығына қарай бір немесе 2 жұмыртқаны жарты стакан жылы сүтпен араластырып, шаштарыңызға жағасыз. 30-50 минуттан соң жуып тастайсыз. Жұмыртқа бұзылған шашты қалыпқа келтірсе, сүт ылғалдандырады және нәрлендіреді. Шаштарыңыз түспеу үшін жұмыртқадан мына масканы да жасасаңыз болады. 2 сарыуызды, 2 ас қасық ошаған майы және 1 ас қасық балды жақсылап араластырып, шаш ұзындығына жағасыз. Полиэтилен шапка киіп, содан соң сыртынан сүлгі орап қоясыз да 30-40 минуттан соң жуып тастайсыз. Ошаған майы бас терісі үшін өте пайдалы өнім. Оның құрамында В тобының дәрумендері, қанықпаған май қышқылдары, никотин және аскорбин қышқылдары, инулин бар. Бұлардың барлығы жұмыртқа мен балдың пайдалы компоненттерінен бірге шаштың өсуін нығайтып, түсуін азайтады. Аталмыш майдан бөлек шашты қалыңдатып және өсуіне ықпал ететін табиғи маскалардың құрамында жуа, шай ағашы майы, амла майы, бадам және арган майлары да болады. Үй жағдайында шашты қалыңдату үшін жылытылған майсанамен, яғни кастор майымен кокос майын тең мөлшерде араластырыңыз. Алдымен қоспаны бас терісіне, содан соң ұзындығына қарай тегіс жағасыз. Сүлгіні жылы суға малып алып, басыңызды орап қойыңыз. 1 сағаттан соң сусабымен жуып тастайсыз. Енді ұштанған шаштарға маска қарастырайық. Ұштанып кеткен шаштарға арналған айран қосылған бал мен жұмыртқа маскасы бар. Бұл масканы дайындау үшін сізге жоғары майлылығы бар айран немесе йогурт керек. 3 ас қасық айранды, 1 ас қасық бал және 1 жұмыртқамен біртекті масса болғанша араластырасыз. Алынған массаны шаштың ұзындығына түгел жағып шығыңыз. Арнайы қалпақты немесе пакет киіңіз де сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. 1 сағаттан соң сусабымен жуып алыңыз. Ұштанған шаштардан арылу үшін аптасына 2-3 рет 1 ай бойы жасап көріңіз. Ал келесі маска шаштарыңызды жылтыратып әдемі етеді. 5-9% 5 ас қасық сүзбеге 2 сарыуыз және 1 шай қасық бал қосып, әбден араластырыңыз. Шаштарыңызға 1 сағатқа жағып қоясыз. Уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Кәдімгі алоэ вера гелінде ылғалдандыратын маска ретінде қолдануға болады. Таза дымқыл шашқа 5-10 минутқа жағып, жуып тастайсыз. Алоэ гелі шашты сәндеу үшін де қолдануға болады. Ал шаш түбін бекіту үшін алоэ өсімдігінің ортасынан бөліп алып, жұмсақ бөлігін алып тастап, гелін дымқыл шашқа жағып ұзындығына қарай тарайсыз. 20-30 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Мінекей сұлуларым, бүгінде шашқа арналған маскалар жөнінде біраз пайдалы видео болды деп ойлаймын. Шаштарыңызға маскалар жасау арқылы сіз зақымданған шашты қалпына келтіріп, жұмсақтық пен жылтырлық сыйлай аласыз. Сондықтан да шаштарыңызды қиюға асықпаңыз, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.
қоршаған орта, күйзеліс, дұрыс тамақтанбау, шашты бояу және жиі сәндеу, мұның бәрі шашымыздың нашарлауына келеді. Сондықтан теріге күтім жасағандай шашқа да көңіл бөлуіміз қажет. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеода құрғақ және сыңғыш шаштың өзін қалай тегіс те жылтыр етуге болатыны, яғни шаш күтімі жөнінде сөз қозғаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле отырыңыздар. Үй жағдайында шашқа да күтімді ойдағыдай жасап жүрсеңіз, қымбат салонның процедураларынан кем болмайды. Ол үшін тек күтім құралдарын дұрыс және өз шашыңызға сай келетінін таңдауыңыз қажет. Ең бірінші қадам шашты тарау. Шашты тек таңертең ғана емес, сонымен қатар күні бойы тарау керек. Және жуар алдында міндетті түрде тараңыз. Жуу кезінде шаштың аздап түсуі қалыпты жағдай. Бұл жаңа шашқа орын беретін табиғи процесс. Ал егер таралмай шатасқан шашты жуатын болсаңыз, байқамастан жаңа өсіп келе жатқан сау шаштарыңызды да жұлып алуыңыз мүмкін. Шашты ұшынан бастап тарауға кеңес береміз. Шаш ұзындығын ұстап тұрып, дөрекі қимылдарсыз мұқият ұштарын тараңыз. Содан соң бірте-бірте шаш түбіне қарай жылжып отырыңыз. Бұлай тарау шашты зақымдамайды, шатас жақсы таралады. Екінші қадам бас терісіне пилинг жасау. Бұл өте маңызды процесс. Көп адамдар бұл процеске мән бермейді. Бекер, себебі бас терісіне дұрыс күтім жасау әдемі сау шаштың кепілі болып табылады. Бас терісіне пилинг жасау әртүрлі болады. Абразивті, яғни қатты бөлшектермен және қышқыл негізінде. Қышқыл негізіндегі пилинг жұмсақ әсер етсе, абразивті бөлшектер мұқият жуу керек. Бірақ екеуі де бірдей нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұндай пилингтер терінің өлі жасушаларын жойып, терең тазартады, шаштың өсуін ынталандырады. Ал пилинг кезінде басқа массаж жасайтын болсаңыз, қанның таралуы жақсарып, миға да пайдасы тиеді. Қабыршақтандыру тек майлы бас терісіне керек деген қате түсінік. Құрғақ теріде пилингті қажет етеді. Тек майлы тері үшін аптасына 1-2 рет, ал құрғақ тері үшін 2 аптада 1 рет жасау жеткілікті. Келесі ең маңызды қадам шаш жуу. Шаш жуудың да өз ережелері бар. Сусабынды шашқа емес, алдымен алақанда көпіртіп алған дұрыс. Осылайша ол бас терісіне жұмсақ әрекет етіп, теріні тітіркендірмейді. Келесі сусабынды шаштың бүкіл ұзындығына жағуға болмайды. Әуелі бас терісіне жағып, сәл уқалап алынған көбікті шаш ұзындығына таратқан жөн. Бас терісі шаштан бұрын майланады, ал бұлай жуу әдісі шаштың құрғауынан сақтап, терінің мұқият тазаруына себеп болады. Үшінші сусабынның өзі де үлкен рөл атқарады. Шашыңыздың күйіне қарай белгілі бір мәселені шешетін сусабын түрін таңдаңыз. Ылғалдандыратын, нәрлендіретін, немесе құрғақ шаш үшін сыңғыштықты жою, майлы шаш үшін тереңірек тазарту. Төртінші маска жасау. Үй жағдайында маска жасау арқылы салондағыдай нәтиже алуыңыз мүмкін. Ал боялған немесе бераланған шаш үшін маска жасау таптырмас көмекшілер бола алады. Маскалар жасау арқылы сіз зақымдалған шашты қалпына келтіріп, жұмсақтық пен жылтырлық сыйлайсыз. Сондықтан шашты қиюға асықпаңыз. Маска жасар алдында шашты жуып, сүлгімен әбден сүртіп алыңыз. Сонда маскадағы белсенді заттар шаштың құрылымына терең еніп, жақсы нәтиже береді. Құрамы мен әсер етуіне қарай маскаларды 5-10 минут, ал кейде 30 минутқа дейін ұстауға болады. Егер маска бас терісіне арналмаған болса, тек шаштың ұзындығына жағасыз. Әйтпесе шашты ауырлатып жіберуі мүмкін. Бесінші қадам бальзам не кондиционер. Маскадан соң шашқа енген пайдалы заттарды ұстап тұру үшін құрғақ шашқа бальзам, ал майлы шашқа кондиционер қолданыңыз. Масканы аптасына 1-2 рет жағатын болсаңыз, бальзам не кондиционерді әр жуған сайын жағыңыз. Себебі бұл өнімдер шашты жұмсартып тегіс етеді. Бальзам немесе кондиционер шаштың ұзындығына жағылады. Керісінше шаштың түбіне жағу кері әсер беруі мүмкін. Сондай-ақ шашта көп уақыт ұстасам жақсы нәтиже береді деген қате ұғым. Артық уақыт ұстау майлы шаш әсерін беруі мүмкін. Өндіруші фирманың ұсыныстарын орындаған жөн. 6-шы шашқа арналған сарысу. Шаш жууды аяқтайтын қадам сарысу жағу. Шаштың әртүрлі мәселелерін шешетін көптеген құралдар бар. Сарысулар мен майларды пайдалану шашты қосымша күту мен қорғау мақсатында қолданылады. Шашқа қорек беріп, жылтырлығын қалпына келтіреді, жұмсартады. Кейде бұлардан да басқа қосымша қызметтер атқарады. Сондықтан шашыңыздың типіне қарай таңдап алыңыз.
Кез келген сарысуды шаштың ұштарына жағып, қалғанын ұзындығына қарай таратасыз. Бұл әдіс шашты ауырлатпай, майлы көрінуінен сақтайды. Ешбір өнім таралған шаш ұштарын бір-біріне жабыстырмайды. Керісінше жұмсартып, ұқыпты көрсетеді. Соңғы қадам: дұрыс кептіру. Көптеген ханымдар үшін шашты ыстық фенмен кептіру әдетке айналған. Алайда шаштың табиғи өздігінен кебуі де шаштың зақымдалып, ісініп, біркелкі болып кеппеуіне әкеледі. Сондықтан да шашты кептіргішпен, бірақ термиялық қорғаныспен кептірген дұрыс. Яғни қорғанышы бар спрей не крем жағып алып кептіріңіз. Ал зақымдану болмау үшін салқын ауамен кептірген дұрыс. Ауа ағынын шаштың түбінен бастап өсу бағытына қарай бағыттаңыз. Ылғал шашты тарамаңыз. Бұл шаштың сынғыш болуына келеді. Мінекей сұлуларым, біз бүгін үй жағдайында шаш күтімі жөнінде толық айтып шықтық деп ойлаймыз. Егер осы айтылған кешенді күтімді ұстанатын болсаңыз, шашыңыз көп ұзамай жақсы өзгерісімен қуантатын болады. Ал шашқа үй жағдайында маскалар жасау жөнінде алдағы видеоларымызда айтатын боламыз. Сондықтан тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ойбай төмен түс, ойбай жоғарыға түс. Әбет дегенмейсің ғой, әбетті қарап шақты. Қарақым, ады орталығым сөйлем. Poştağın aldığın yerde taptınız ya. Şuradaklar üstünde yedi bak, şuradaklar yaptım. Aa, Moyska gidin. Yani sürümde şimdi var. Derler. Yattan yerler jaylı olsun. 90 aynalayın. Şu olsun, енді сол babalardan iziminin жалғасып